Мен осы білім саласында айналсам, Дарын онлайн деген компаниямыз бар. Сол компанияның өкілдерімен бірге келіп отырмын. Махмуд Қашқаридың тұлғалық тарихын зерттеу мақсатында Махмуд Қашқариға қатысты не бар, бәрін зерттеп жүрміз. Мақсатымыз біздің де түбінде түркі елдерін бірлестіру. Сол үшін осы қойылымға келдік. Шынымды айтсам, мен естіз құлақ қапсыз тыңдап жатырмын. Себебі ұйғыр тілін бір адамдай түсініп тұрмын. Бұның бір тіл екені және маған ұнап жатқаны сол қазақ ретінде ұйғыр тілін ешқандай аудармасы түсініп отырмын. Әсерім керемет. Неге десеңіздер, тарихи және Махмуд Қашқариді Осман империясы бар, аббасидтер бар, бәрімен біріктіріп көрсетіп отқаны өте керемет. Актерлық топ жақсы құралған. О великих трудах Махмуда Кашгари я читала много. И сегодня я пришла в Уйгурский театр, чтобы увидеть эту прекрасную постановку. То, что я сегодня увидела, меня потрясло. Необыкновенной красоты театр. Народные песни поет публика. Люди, пришедшие на этот праздник, на открытие этого театрального сезона, пришли на праздник, и видно, что они пришли сюда не первый раз. Это большая семья, большая диаспора. И сегодня в этом зале я увидела людей разной национальности. И в самом спектакле, как завершение, как финишная канва, это парад национальностей тюркских народов под одним небом, на одной земле, на одной сцене. Спектакль меня потряс своей красотой, своим радостным завершением. Я очень благодарна труппе, всем, кто создал этот театр. Я обязательно приду еще раз и приведу сюда свою семью и своих друзей. Мен бүгін ұйғыр театрға Махмуд Қашқари спектакль үшін келдім. Амақоғаны бұл ұйғыр театрының 91 жыл еш жатқан сезоны. Менің ойлысымша, әлбәтті, ұйғырларының бұрынғы болған өтміш хаятыны Махмуд Қашқари қанша патша көйлешінің әмісіне шу өзінің диваны лұғат кітабыда езіп шыққан. Әлбәтті біз үшін чоң қошалдық. Бұны нәтижелерін кейін, яны шу диваны лұғат біздің қолымызға келіп, ұйғырының тарихını бізге көрсететініне чоң рахмет етеміз. Бүгін күнгі спектакльға қойылған бүгінгі спектакль көп рахмет етіме. Бұны ішірген режиссер, ойнап атқан актерлар интан яқшы мақты ойнап шықпады. Мен осы Алматыда тұрмын. Баяғыда 70-80 жылдары ұйғыр тану институтында жұмыс істеген едім. Сол уақытта біз осы театрға көп келетінбіз. Ол уақытта марқұм Қожамияров ағамыз тіреді. Тақламақан деген симфониясын жазған. Сөйтіп, енді осы театрға келіп тұрамын. Анда-санда келіп тұрамын. Мен өзім Ташкент университетін бітіргенмін. Ташкент университетінде ұйғыр филология кафедрасы болды. Мысалы, белгілі Мұрат Хамраев деген. Мен бірінші курсқа түскенде, ол кісі 5-ші курста оқып бітірген еді. Мен өзім қазақпын, бірақ осылай ұйғыр тану институтында істегеннен кейін осы ұйғыр халқының мәдениетіне қызығушылығым бар. Жақсы әсер алдым. Әрине, біз жақын арада конференциялар өткізгенбіз. Махмуд Қашқариның лұғат түркті талқылап. Онда барлық кеңестер, ғылыми кеңестер, жиылыстар ұйғыр тілінде өтетін. Бүкіл дүниеде ұйғыр тілін зерттеген мамандар келетін. Ресейден, басқа елден. Бүгін де келіп отыр поляктар. Ұйғырдың өнерін зерттеген адамдар.